Баршаңызға сәлем. Бүгін Whoopie Pie тортының рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды, сосын үстіне шоколадымызды саламыз. Енді қысқа толқынды пеште немесе пештің жай отына ертіп аламыз. Таза құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды жарамыз. Үстіне қантымызды қосып, миксермен 2 есе ұлғайғанша араластырамыз. Енді әппақ болып ұлғайғанда ертілген шоколадымыз бен майымызды қосып, миксермен үзбей араластырып тұрамыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызға какао қосытқышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, құрғақ ингредиенттерімізді массамызға аз-аздан қосып, миксермен араластырамыз. Қамырымыз дайын, осындай сұйық болып шығу керек. Пергамент қағаз төселген формамызға, форма диаметрі менде 22 см. Қамырымызды 4 бөлікке бөліп, 180 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Дайын болған корждарымызды суытамыз. Енді корждарымыз суығанша крем-чизімізді дайындап қоямыз. Ол үшін менде сливки 33%, таза ыдысымызға құйып миксерлейміз. Сосын үстіне қант ұнтағын қосып, тағы да миксерлейміз. Араластырып болған соң, үстіне енді сүзбелі ірімшігімізді, яғни творожный сырымызды қосып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Креміміз дайын. Видеодағыдай өз формасын ұстап тұруы қажет. Енді кондитерлік қапшыққа кремімізді салып, әр корждарымызға жағып шығамыз.
Кремімізді жағып болған соң, тортымызды тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Енді торттың бетіне жағатын шоколадты ганашымызды дайындап аламыз. Бұл үшін шоколадпен үстіне сүтімізді құйып, қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. 1 сағат өткен соң тортымызды шығарып, бетіне шоколадты ганашымызды құямыз. Тортты қалауымызша әсемдейміз. Мен альбини печеньесін және жемістерден малинаны, сосын бетіне әсемдік үшін алтын кондурин септім. Назарларыңызға рахмет.